Есімім Зебо. Көп балалы анамын. Күйеуім бар. Орифлеймге келгеніме 2 жылдан асқан. 3 жыл болмады, бірақ 2 жылдан асты, 2,5 жыл болып қалды. Сол Орифлеймде жүрген кезде егіз бөпелі болып қалдым ғой. Екеуі де қыз. Қазір 1 жас болды. Иә, ол кезде білесіздер ғой, бұл жерде қазір бәріміз әйелдер екенбіз. Көбіміз, ну, 100% почти әйелдер екенбіз. Түсінесіздер ғой, 2 қабат болып, тем более егізді көтеріп жүру, бизнес жасау, ол оңай нәрсе емес. Негізі халал табыстың оңайы болмайды да, просто сізде желание болу керек. Менде қазір бұл жердегі барлықтарыңыз мен білемін, мықты лидерлерсіздер, сіздерде опыт бар, неше жылдық, неше айлық деген сияқты. Мен сіздерге айтпаймын, каталог түсіндіру керек деп, оны сіздер білесіздер. Былай адам шақыру керек, оған мынандай түсіндіру керек, деп айтпаймын. Оны сіздер білесіздер. Продукцияны қалай айтуды ол сіздер білесіздер. Мен өзімнің опытымнан, мен негізі 15 жыл болды сетевой маркетингке келгеніме. Мен өзім ол кезде жас қыз болдым да. Енді өте бір ең қатты қиналған адам мен десем болады да, потому что мен басқа компанияда болдым, мен бәрібір сетевой ғой. Бәрі былай басталған, әуелі ниетпен басталады екен. Мен қазір енді бәрін бүйтіп анализ жасап, түсініп қарасам, бәрі мына опыттан келеді ғой. Сол моментте ниетті дұрыс қылу, сіздерге ең керекті қымбат жерлерін айтамын. Потому что сіздердің де уақыттарыңыз өте құнды, уважать етемін ол нәрсені. Қараңыздар, дұрыс ниет қылып бастау керек екенбіз. Бірінші, мен айтқам, аптекада жұмыс істеп жүрген кезде, енді басында бірінші ақша іздеп жүріп, заочный оқуға тапсырып қойып, мороженое сатқам базарда. Мороженое сатқаннан кейін біздің папамыз жоқ болды да. Мен кішкентайымнан 5 жасымнан папам қайтыс болып қалып, сол папасыз болып қалдық. Мамамыз бізді, 13-імізді мамамыз өзі бір өзі өсірген да. Енді өте бір қатты қиын моменттерден шығып, ары қарай өзім оқимын, өзім оқуыма ақша төлеймін деп мороженое сатқам. Одан кейін жұмысқа кірдім. Одан кейін мен өзімнің характерім, білмеймін, диплом болмаған, медицинский диплом болмады. Сол аптеканың бастығы, енді көп аптекалары болды да. Сен давай укол салып көрші деді. Салып көрдім, жақсы салады. Бір салғанда уже салып кіріп кеттім да сол системаға. Сөйттім, сен укол салатын бол, кейін кассада тұр деп, солай кейін сол полный бір аптекасын басқаратын болып сөйтіп жұмыс істеп жүрдім. Айлыққа, өздеріңіз білесіздер, айлыққа жұмыс жасап, оны жеткізу өте қиын. И мен былай басталды. Аллахым, түні күн жұмыс істеп шаршасам да, маған өте көп табыс, халал табыс келетін бір жұмыс берші дедім ғой. Жолықтыршы соны жұмысты дедім. И жайлап сетевой маркетинг алдымнан шығып бастады. Басында прям күшті болып кеткен жері. 100 рет құладым деп айтсам болады. 100 рет құладым. Үйде енді ашықтан ашық айтатын болсақ, товар аламыз, бал жасаймыз деп үйде тұрып қалатын тұғын товар үстіне болып, сондай проблема новичоктардың көбісінде болады. И содан көп адам кетіп қалады да. Дұрыс емес нәрсе болып та ол. И қарасам, тек сату деп ойлайды екен ол кезде. Сату емес. Сатып алып өзіңе жарату және адамдарға сол нәрсені түсіндіру. Сен өзіңе сатып ал. И ладно, солай басталды. И мен жайлап опыт жинап, и уже характермен жұмыс жасау керек екен мұнда. Характермен жұмыс жасау керек екен. Мен өзім кемшіліктерімді айтайын сіздерге. Сол кездегі, қазір енді кемшіліктерім өте аз, солардың да үстінде жұмыс жасап жатырмын. Сол кездегі кемшілігім, ең үлкен кемшілігім мені өсірмей қойған. Мен былай ойлаған екен, мені шақырған спонсорға мен жасаған бал, оған пайдалы болып тұр. До того ішімдегі бір қара нәрсем бар екен да сол моментте. Менен оған пайда түсіп тұр. Деп, оған көп пайда түсіп кетпесін менен және менің командамнан деп, мен өзімді өсірмейді екем. Сол кезде оны нормально деп ойлаған да, ол ішқаралыққа жатпайды, ол жаман характерге жатпайды деп ойлаған, сол менің кемшілігім болған. Кейін өзімді өсірмей қойғам, команда шақырып жатырмын, келе жатыр, бірақ менде қызғаныш бар, жаңа менен түсіп жатқан пайда, жоғарыға түсіп жатқан пайда деп сондай қызғаныш болып тұр. Сол характерімді жеңдім ғой, бірақ өзімен өзім жұмыс жасап, неге мен қызғаншақпын, неге ашық көңіл емеспін? Бір адамнан бірдеңе естеймін, ашық көңіл бол, бір адамнан бірдеңе естеймін, жайлап түзуленіп баратыр характерімді, осы жерімді туралауым керек екен ғой деп ішіме сигнал келеді. Мен сол сигналды дұрыс қабылдап, соны туралаймын.
Значит, сол мен өзімнен түсіп жатқан пайданы ойлаймын, жоғарыға түсіп жатқан, маған түсіп жатқан пайданы көрмей жатырмын да, бар, бірақ оны ойлап жатқан мен жоқ. И тура өзім сияқты командама адамдар келеді ғой. 10 балл жасаса да прям олар герой, олардан мен миллиардер болып кетіп жатырмын, миллионер болып кетіп, 100 балл жасаса да соның заказынан мен миллионер болып кетіп жатырмын. Мына жақта мен қанша пахать етіп жатырмын, тынбай. Вот сол характерім жеңгеннен кейін дәл қазір былай ойлаймын ғой, қазір разницасын айтайын сіздерге. Қазір менің спонсорым Жанат қой. Мен Жанатқа менен көбірек пайда түссе екен деп ойлаймын. Потому что мен оған сұрақ беріп, бір сұрақ жазсам да ол көңіл бөліп бала шағасын тастап, өзінің ана жақта жұмысын тастап маған жауап береді. Түні күн жауап береді. Мен оның миын фарш қылғанмын ғой. Мен оның миын фарш қылғаныма менен миллиардтаған пайда түссін деймін. Дәл қазір солай уже мына жерде тұрған қара нәрсені жоқ қылып тастағанмын да түбімен. Ол бір мәселе ма? И қазір тура өзім сияқты өзінен маған түсетін пайдасын қызғанбайтын лидерлер келген да. Қайтар дүние екенін мен енді көзім жетті ғой, енді кішкене жасыма жас қосылып та, кішкене опыт по пути жиналып та сол нәрсені түсіндім. Жизнь бумеранг, өзің қандай болсаң, өзің сияқты адамдар көбейеді жан жағыңда деген сияқты. И мен жақсы жаққа өзгеріп бастадым, уже жұмысымда өсу болып жатыр да. Мен тағы бір кемшілігіммен жұмыс жасадым. Айтайын ба ол не? Қазір көп адам оны түсінбейді. Кезінде мен де түсінбегенмін ғой. Бір әпшем звондайды, бір жеңшем звондайды, бір арада бір подругам звондайды. Телефонды көтеремін, сөйлесемін. Сөйлескім келеді ғой, мен де әйелмін. Кішкене өсек айтып қалады өзінің бір қызы или ана абысыны туралы, бірдеңе туралы, оны тыңдап отырамын да, бір моментте бізде қосылып кетеміз. Сіздерде де бола ма сондай нәрсе? Қосылып кете саламын да, бір сөздің бір арасына қосылып кетемін, болды, сонымен басталды, ана әңгіме 2 сағат жалғасты. Болды, 2 сағаты менің ауаға кетті, ол бір. Екіншіден мен күнә дорбамның ішін толтырдым немен? Өсекпен. Алла айтқан, мен андай мен көп адам кешірсем де мен өсекшіні кешірмеймін деген нәрсесін мен кейіннен по пути естіп қаламын біреуден. Қайдан кімнен естігенімді білмеймін, бірақ естіп қаламын да, өсекшін кешірмейді екен ғой. Значит, мен күнә дорбамды толтырып жатырмын да, килограмм көбейтіп. И ол нәрсе мына жақта мені бизнесіме өсуге бермейді екен. Мен соны анализ жасадым. Ол тек менің де болған опыт. И мен соны қойдым, кейін уже әпшелерімнен қаша бастадым. Уже қой дегенге қоймайды. Туысқан әпшелерім ғой, өзімнің әпшелерім, туысқан әпшелерім, жеңшелерім, туысқан жеңшелерім деген сияқты менімен сөйлескісі келеді. Олар кіммен болса да сөйлескісі келеді. Сол шексіз әңгімені бүйтіп шығарып әңгімелесіп отырса, оларда уақыт көп та. Мен оларға бизнеспен атакаға өтетін болдым. Давай сен былай істе, сен былай істе. Олар мені үйіне шайға шақырды, өсек айту үшін. Мен өзімнің құрал жабдықтарын апаратын болдым. Уже оларға наглеть етіп атака жасайтын болдым. Өсектерін жинаңдар, давай мен сендерге күшті нәрсе айтамын, ақша табатын. Уже басым өткізбесем, уже оларға жақсы сөз, жұмсақ сөзбен жеңіліп баратырмын да. Олар өсек айтса, қосылып кетесің арасында, сенде де бір элементтерің жұмыс істеп тұрады ғой, өсекке деген. Сәл қорып кетсең ба, осы жерде бірдеңе ақылым айтып кетсем ба десің, қорып кіріп кетесің да ана жерге. Сол өсекке. Ол өсекті тоқтатып, өзімнің жұмысым туралы айтып, вот солай соларды командама тартқан жерім бар. И өзім өсектен ұзақтадым. Мен туысқандарым жеңе алмағандарымды уже мен олармен связь, қазір ұзақ связь ұстаймын. Тек тойларына барам, шақырса, звондаса көтермеймін. Олар мен туралы қалай ойласа, солай ойласын. Мен олардың характерін жөндей алмадым ба, бизнесіме шақыра алмадым ба, мен олардан ұзақтап кеттім. Вот, осы нәрседе бар. Кейін тағы бір момент, мен бір не то әңгіме, біреу сөйлеп қалса, по пути енді бір новый команда, или бір туысқандары отырысы, или бір достарының достарына, мен бір отырыстарға барып қалған кезде, біреу не то әңгіме айтып қалса, әртүрлі характер ғой по пути. Солармен ұнамады ма, ұрысып кетесің ғой. Ұрысып кететін едім. Ол да менің бір кемшілігім еді. Қазір ол кемшіліктерім ешқайсысы жоқ. Мен бүйтсем, қойшы, сонымен тең болмай ақ қоя салайыншы, потому что мен бүркітпін ғой, тауықтардың территориясында тауық боламаймын ғой, мен тауық болмай ақ қояйыншы деймін да. Тең болмай ақ қоя салайыншы, давай. И анандай сеточный болайын, суды бүйтіп өткізіп жіберетін сияқты, ананың әңгімесін бүйтіп өткізіп жібере салайыншы, өзіме бүйтіп жібере салайыншы, қой, теңеспеймін онымен. Потому что мен өзімнен качественный зибоны өсіріп жатырмын ғой. Сол процесске мехат бермей ақ қоя салсын. Бірақ ішімнен бір шетімде ұрыссам, осыған күшімді көрсетсем ғой, мен қандай мықты екенім, қолым ұзын екенім деймін да, бірақ мен Алла емеспін ғой. Мен қолымнан не келеді, мен кіммін?
мен сол нәрсені өзімде қалыптастырдым. Мен Алланың бір құлымын. Мен олмен теңеспей ақ қоя саламын. Мақұл дей саламын да, мен оған мақұл деген сайын ол маған иіліп, мені жақсы көріп, менімен отношения құрғысы келіп, и по пути бір екінші, үшінші кездесулерімізде ол менің командама кіреді екен да. Мен соны да білдім. Мені жақсы көрді ма, ол маған ереді екен да. И мен тағы ашық, өзімде қалай бар солай айтамын. Айтып отырмын ғой қазір, мысалы, мен жасым күйеуімнен бір екі жас үлкен, бірақ сіздерге қалай бар солай айтып жатырмын, иә. Мен барлық нәрсені солай шындық айтамын. И олар біледі, бір екі үш менімен отырғаннан кейін менде жасама бет маска жоқ. Мен ештеңе қосып айтпаймын, алып тастап айтпаймын. Мен не десем, соны уже менің характерімді біліп алып, точно мен не десем соған сеніп, маған еруге болатынын біліп, маған ериді да. Еріп жатыр да. И тағы бір момент. Мен де сөйлесеңізші. Ойбай жаным, тұра тұр, сен кейін сөйлейсің. Микрофондарыңызды өшіріңіздер. Кейін, в общем, осындай бір қателіктер болған. Сол қателіктерден жөндеп, по пути осылай Орифлеймде жайлап тұр. Бірінші 15%-пен бастадым, потому что менде опыт бар ғой, 3%-пен бастамадым, 15%-пен бастадым. Бірінші каталог, менде опыт бар. Бүйтіп бастадым ғой, подозрениемен келе жатырмын, Орифлейм қалай екен, потому что мен алдын 3 компанияда жұмыс істедім да, өзіне жараса кемшіліктерін көрдім. Бірақ қазір Орифлеймде кемшілік көріп тұрған жоқпын. Мен салыстырамын ғой, мен ешқайсы компания мен әке шешемдікі емес, маған қайсы компания нормальный доход береді, нормальный мен шетелде демалдырады, условиялар маған ұнайды, сол компанияда жұмыс істеймін да мен өзім. И Орифлеймде қазір прям махаббат болып қалғанын шынымды айтсам. Махаббат болып қалдым. Неге? Потому что 15% 4-ақ рет істесең, шетелге демалуға барасың деген нәрсе ешқайсы компанияда жоқ. Ешқайсы компанияда жоқ. Қазір сіздерді басқа компаниядан біреу жарым лидерлер шақырып жатқан болса, екеулі болып тұрғандарыңыз болса, көнбеңіздер, отказ сразу беріңіздер. Себебі мен ол компаниялардың бәрін көргем. Мен нақты жылдап жұмыс жасаған 3 компаниям бар, үлкен компания, аттарын айтпаймын. Бірақ по пути анау біреудің көңілі үшін бір тіркеле салайыншы деген бір тіркелген компанияларымда тоже жоқ емес. Оларды өзім қалап тіркелген жоқ, маған сөзіне бола, просто тіркеле салған болатын көңіл үшін. Ол да қателік. Негізі оны біреудің көңілі үшін деген нәрсеге нетпей ақ қоя салыңыздар. Қазір тек Орифлейм компаниясын қатты ұстап алып соны. Тек қалай өссем болады. Нұрия ханым, мен не істеймін, маған план беріңіз. Мен қалай өссем болады, маған мынанша доход керек. И ниет қыласыздар, мен үлкен ақшаға ашықпын. Қорықпаңыздар. Қараңыздар, Аллаға сенген адам қорықпайды. Аллаға сенген адам Аллаға болған сеніміне, Аллаға сенеді да, шығып жатқан жолынан, любой кімге атака жасайын деп жатсыз. Үйде отырған анаға ма, бір бастыққа ма, сіз қорықпаңыз. Бұрын менде сондай қорқыныш болған. Қазір қорқынышым туралы айтамын. Қазір 100% Аллаға сеніп, любой адамға атака жасаймын. Бұрын мен қорқынышыма иман келтіріп жүрген екенмін енді. Қорқады екенмін да, сол қорқынышыма айтқанымда көніп, бір простой адамдарға бүйтіп атака жасап, сол маған ыңғайлы болған адамдарды тіркеп, солармен жұмыс жасаған екенмін да, қорқып. И сосын ғой бүйтіп қатты өсе алмағаным. Орифлеймде айтам, мен ешқандай қорқыныш почти болған жоқ, бірақ 20%-тей алдамай қоя салайын, 20%-тей қорқыныш болды. Басында бүйтіп адам шақыруға қорқындым, потому что өзім әлі онша білмеймін деп өзім біле алдым. Бас жағында қаншама адамды шетел программасынан құлатып алдым, потому что түсінбедім да. Құлатып алдым, уже екінші шетел менеджерский конференцияға уже біраз адамдарды іліндірдім, потому что өзім түсіндім. Мен бір білгенім, өзің түсінбейсің ба, басқа адамға айта алмайсың, оның сұрағына жауап бере алмайды екенсің деп, соны түсінгеннен кейін уже полностью Жанат пен Мая ханымның топ-лидерлеріменен сұрақ қойып, сұрап біліп алдым ғой. Полностью 100% айтыңыздаршы. Осындай жерде не істесең не болады, не істесең не болады. Енді қайта асындарды мазалай беруге болмайды, или олар астынан сұрап береді еді алдын, или өздері білсе, өздері білгендерін айтатын еді. Соны 100% өзім түсініп алғаннан кейін, ана бір новый командадан сұрақ келіп қалса, деп тормоз етіп қалмас үшін, өздеріңіз 100% маркетинг түсініп алыңыздар, продукцияны түсініп алыңыздар.
и сіздерде жұмыс істеуге оңай болады. Кейін қорықпаңыздар. Мына жердегі бар қорқыныш бәрімізде болады ғой. Қазір менде жоқ. Соны өлтіріп тастау керек болады. Мен Башлаганда жаңа жүрсе. 20% Қазақша қорқынышты сөйлесем қалай құшым жеңдім айтайын ба? Кімде микрофон қосып тұр? Өтініш соны өшіре саласыздар ма? Сол 20% қорқынышымды қашан жеңдім? Біз Абу-Дабиге барған кезде жақында сол жерде топ лидерлер шығып сөйледі да. Мен ойлаймын, конференцияның шартын орындап барғанда әңгіме көп екен де, ол просто путешествие емес, енді ладно, путешествие ғой. Алла менің кереметтерімді көргің келсе, әлемді арыла деген бір Құранда жазғаны бар. Одан бөлек, путешествиядан бөлек, мына жерде просто так путешествие емес та, компанияның топ лидерлері, компанияның мықты лидерлері. Мысалы, әшейін директор или золотой директор званиясында отырса да, оның қандай бір мықты энергиясы, біреудің характерінің, көңіл жүрегінің аппақтығы, соның бәрі жұғады екен ғой. Маған жұқты ғой. Мен өзі качественный лидерім деп ойлайтын едім. Мына топ лидер, арқылы топ лидерлерін, мен өзім топ болғанға дейін топ лидерлерін көріп, аузымның суы ақты ғой, емән деген. Мысалы, Нурия ханым, сізді көріп, мен қанша сізден энергия алдым. Ғазизаны көріп, топ лидерлерді көріп, мен әуесім келген ғой. Бұрын деп қисық көзбен қарайтын едім. Қалай шыққан екен, қалай болған, жоқ, олай емес. Көреалмаушылық, бұрын көреалмаушылығым бір 10%, 20% менде бар екен бұрын. Қазір ондай емес. Соны жеңіп, анау шын мәнінде жақсы көрдім топ лидерлерді да. Барған кезде жүгіріп барып, ана топ лидерін ұстап алып, суретке түсейінші, суретке түсіп аламын. Маған қолхат қойып беріңізші деймін да. Енді ода тұрған не бар дедім. Прям жұқты ма? Шетелге барғанда, конференцияда бірге отырғанда, прям ана аурада, ана жердегі атмосферада жұқты ма? Мен келгеннен кейін оған дейін үйде отырған аналарға атака жасайтын едім. Өзім жұмысымда айтып. Медсестралар, мұғалімдер, нормадағы, званиядағы адамдарға. Мен ол жерге барғанда, Дубайға барғанда, Мая ханым бір сөзі бар. Зебо, сен кімдерді шақырып жатсың деп сұрады да. Мен осындай аудиториясы бар адамдар, осындай адамдарды шақырып жатырмын дедім. Қазір сен бастықтарға шықсай деді. Бастықтарға шықсай, бастықтардан бар ма командаңда деді. Аз деді. Таныстарың бар ма? Таныс толып жатыр ғой, бастықтар, главврачтар деген сияқты. Соларға атакаға шықсай деді. Қорқам дедім. Сен қорықпа деді. Сен шыға берсе айтып көрсе, жоқ десе өзінен естисің ғой деді. Ладно, келдім. Ана энергия, ана қорқыныш вообще 100% жоқ. Келдім, бастықтарға атакаға шықтым. Басқа компанияның мықты лидерлерін танимын ғой енді. Мықты лидерлерін, оны жұлып аламаймын деп ойлаған едім бұрын. Соларды келдімді, төртеуін атака қылып, біреуін жұлып алдым ғой. Қалғандары процесте тұра әлі. Олар бәрібір жұлып аламын ғой, әуелі ниет, Алланың қалауымен ғой. Алла айтады, ниетіңді қыл, себебін жаса. Ниетті қылу керек, себебін жасау керек. Себебін бір жұмысты бітірдің ба, сразу екіншісіне көш. Оны бітірдің, сразу үшіншісіне көш. Расслабиться етпе дейді. Расслабиться етеміз. Жасымыз барған кезде өзі демалатын уақытымыз болады да. Қазір тек жұмыс жасау керек. Бізде арман үлкен болса сіздерде, негізі адамды оятатын арман. Зебо, сен неден мотивация аласың десеңіздер, мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мен мотивация алам. Картейген кезінде бала шағам қолына қарап қалмауым керек. Келіндерім қолына қарап қалмауым керек. Мен картейген кезде ештеңеге мұқтаж болмауым керек. Менің ақшам мен үшін жұмыс жасау керек. Ол бір. Екіншіден, менің ақшам, мысалы, күнделікте, мысалы, бір жаным ауырып қалса, медсестраға нормальный ақша төлесеңіз, 2 медсестра келеді, сіз жағдайыңызды жасап кетеді. Бала шағама ауырлығым түспеу керек. Мен осы нәрседен мотивация аламын. Неге? Себебі мен өзім өте бір, енді папамыз, мен пока туылмай тұрған кезде, мен ең кішкентаймын ғой, 13-піз біз. Мен туылмай тұрғанда, менің папам өзіміздің территориядағы ең бай кісі болған екен. Ол кісінің, енді мен туылғанда, мен кішкентай кезде салып қойған бір дворец тамын көріп, өзде бір 40 бөлмелі ма деп қоямын. Салып қойған, бірақ бітірмеген де, үстін ештеңе, только шифрын жауып қойған. Соны көргенмін, мен кейін оны папамнан кейін мамам бұзып тастаған болатын. Соны
мен туылмай тұрып папам өте бір бай адам болған екен. Оны достары әйтеуір не істеді, сол құлатқан ғой, аяғынан шалып құлатқан екен. Содан кейін біз кәмбағал болып қалғанбыз. Мен туылған кезде мен өте бір қиын моменттерде өскенмін, жас кішкентай кезім. И қазірде менің енемдерде, күйеуім жақта да, именно енем күйеуімнің өзінің семьясында прям миллионер емес. Менің әке шешем және ағаларым миллионер емес. Мен соларды қараймын да, и басқа да бір таныс туыстар бар ғой, ұзақ. Соларды қараймын да, қараңыздар. Келіннің қолына қарап қалған, кішкене болса да келіннің көмегіне мұқтаж. Баласының қолына қарап қалған, бір пенсиясына қарап қалғандар бар. Денсаулығына нормальный ақша жаратайын десе, нормальный ақшасы жоқ. Олар кезінде, жас кезінде мен айтамын да, мен сұрағым келеді, не істедіңіздер сіздер? Сол пока денелерде күшіңіз бар кезде, жатып қалғанға дейін, энергия күштеріңіз кетіп қалғанға дейін не істедіңіздер дегім келеді, бірақ дей алмаймын. Потому что мен әлі оларға өйтіп тіке сөйлейтін жасқа жеткен де жоқпын, ондай дәрежеге жеткен де жоқпын. Содан соларды көремді, Алла өзің сақта, мен сондай болып қалмайыншы, мен қазір мүмкіндік бар кезде жұмыс істеп алайыншы. Мен университетті бітірдім, химия биология, заочный. Одан кейін магистратураны бітірдім, экономика, қызыл дипломмен. Өзім ақша санағанды жақсы көрем, санағанды жақсы көрем ғой. Сөйтіп, бірақ ол дипломдармен, олардың айлығымен мен ойлаймын, күшті бір армандарыма жете аламын деп ойламаймын. Маған дәл қазір Oriflame керек. Oriflame сол нәрсеге үлкен жол ашып тұр да, менде мүмкіндік бар. Күнде менде 24 сағат бар. 6 сағат ұйықтасам жетеді ғой. Қалған уақыт полный жұмыс істеуім керек. Ана командаға бар, мына командар, жаңа адам тап, жаңа адам қайдан табамыз? Мен өзімнің 500 танысым болса, минимальный бір адамда 100 таныс болады. 100 таныстың әрбірінің 100-ден танысы болады, минимум. Представляете, қанша таныс? Сен өзің таныстарыңды жинап мені шақыршы, мен саған күшті подарка беремін деймін да, соның таныстарына барып атака жасаймын. Или қазір жақында әбден той неге шыға беріп боянуға барамын, салон профессиональный бояу қымбат тұрады. Қойшы дедім, соны өзім үйреніп ала салайыншы дедім да, 3 күндік үйрету несі бар екен, курсы 3 күндік, 10 күндік, 1 айлық. Мен айттым, сол жерде күшті бір группаластар тауып аламын, новый аудитория ғой, новый таныстар. Сол жерге бардым. Плюс бір оқпен 2 қоянды ұру. Бояуды үйреніп аламын. Таныстар, новый команда. Сол жерге бардым. Одан кейін кішкене сәл азып алайыншы, өзіме қарап алайыншы дедім да. Бір оқпен 2 қоянды ұру. Зумба биі и Хехилс деген бар екен. Биге қатысып жүрмін қазір күнде кешке. Сол жерде де күшті көп энергичный қыздар прям. Энергичный қыздар сол жерде де. Міне осылай табуға болады новый адамдарды. Солармен әрқайсысымен качественный, шын жүрекпен жұмыс жасасаңыз, асықпай, солар обязательно сізге ереді. Әртүрлі характерде адамдар бар, сразу ереді. Ойланып сізді қарап, сосын барып, кейін еретін адамдар бар. Ешқайсысымен связьды үзіп тастамаңыз. Қанша уақытыңыз кетсе де қазір соларға көбірек уақыт бөлу керек. Олар уже жақсы лидер болғанша олардың қасында боласыз, кейін лидер болады, уже жібересіз, басқа адамдармен жұмыс жасайсыз. Мен қазір шын айтайын ба, өмірімді полностью жұмысқа арнағам, бала шағамы қарауға, қазір олар кішкентай бөпе ғой. Қараймын ғой, енді көтеріп, тамағын беріп, сондай қарай алмаймын. Мен полностью команда, жұмыс, только Oriflame'дікімін ғой. Мен күйеуім айтады, сен Oriflame қатынсың ба, мен қатынсың ба дейді ғой. Дәл қазір Oriflame'дікі бола тұрайыншы деймін ғой. Рұқсат берші, Oriflame'дікі бола тұрайыншы, мен Геликваген алуым керек деймін ғой. Геликваген деген машинаны білесіздер ғой, 4 бұрышы дәу пұрр деп жүреді. Мен прям соны алғым келіп тұр да, қазір соған қанша ақша керек екенін білем, оны қанша уақытта табуым керек екенін өзім ойланып жазып қойғам да. Әуелі Алладан сұрап алғам ғой. Енді ол қазіргі маленький менің мақсат целлерім ғой, армандарым деген сияқты. Бір шикарный үй деген сияқты. Өткенде Нұрия ханым, сіз айттыңыз ғой, шикарный үйім дедіңіз ғой. Дедім ғой, бізге де жақсы болсын, сондай шикарный үй қаланың ортасынан деген сияқты. Соған қарап әрекет қазір да. Вот солай. Сағат неше болды? 40 минут болып қалыпты ғой. Күшті екен.
иә, негізі бұл жерде жұмыс жасайтын тек бір неге салып айтайын сіздерге. Сіздерді бизнесте өсіретін, любой жерде туған туысқанның арасында абыройыңызды да өсіретін, бизнесте де өсіретін сіздің жақсы характеріңіз. Жаман характерлеріңіз бар ма, оны ұстап алып сонымен жұмыс жасап өлтіріп тастаңыз. Ұстап алып сонымен жұмыс жасап өлтіріп тастаңыз. Алланың бір сөзі бар да, сен біреуге көмектесіп барып менен көмек сұра дейді да. Сіз біреуге көмектесесіз, ондай мүмкіндік бізде Oriflame бар. Командаға көмектесіңіз, одан бөлек басқа бір туған туысқандарыңызға деген сияқты. Ну, қолдан келгенше. Хотя бы бір жасы үлкен, бір кәрі туысқаныңызға тәтті сөзіңізбен көмектесе алатын шығарсыз, оны бір қуанта алатын шығарсыз. Вот солай. Жақсы характер ол сізді өсіреді любой жерде. Солай. Сұрақ Мен солай қояйын. деп ойлаймын. Сұрақ Иә, қояйын. сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Қыздар, Зибоға қандай сұрақтарыңыз бар? Потому что Зибодан енді 3-4 баласы бар, үлкен командасы бар. Сол себептен Зибоға мен айтқан 30 минутың жарайды деп. Сұрақтарыңыз бар ма? Исполнительный директор. 2 жыл жарымның ішінде қаншама премия? $1000, $2000, $1500, $3000, $4000, жұрттың ақшасын санай отырып алып, $6000, $8000, $10,000, $24,000. Охо, 2 жыл жарымның ішінде зарплаттан басқа 17 рет. Ол өте жақсы байлық. Өте жақсы байлық, дұрыс айтасыз. Қазір мені өзімнің кішігірім жинап қойған мүлкім бар. Енді оны айтпай қоя салайын. Солай жинап қоюға болады. Айта бер, наоборот, мақтан. Мақтансам, сіздерге де жұғысты болсын. Жоқ, мақтану үшін айтпаймын, сіздерге мотивация болсын деп айтамын. Мен өзім джип мініп жүрем, новый джип. 777 номерде крутой болып жүрем. Ол неге керек болды маған? Жаңағы мен андай қамбағал кезімде, қамбағал деген түсінесіздер ғой енді, ақшамыз аз кезде, мен амандасқан кезде ақшасы барлау адамдар менімен бетіп тұрып амандасатын тұғын. Қазір бәрі тоқтап, екі қолдап түсіп келіп амандасады, потому что менде қазір жағдай жақсы. Қазір тойлардың торында отырам, сондай бір сондай да қазір прям мақтаныш емес, мен өзім ұяламын ол нәрселер айтуға. Просто сіздерге мотивация болсын, осылай жұмыс істеп Oriflame'де сондай дәрежеге шығуға болады. И тағы бір машина алдым. Жақында Kia K5 деген көп адамның арманы, 707 оның номері Oriflame компаниясынан. Оны Oriflame'ға 2 крутой машинамен жүремін. И қазір новый үйлер емес, біз Жетісайдың төңірегінде ескі үйлерден, тұтынып жүрілген үйлерден бір 10 шақты участка алып қойған жерім бар. Ол новый емес, солай алып қойғам, квартирант қылып қойғам. Ол да ақшамен үшін жұмыс жасасын деген сияқты да. И қазіргі таңда осы премиялар, тағы алатын премияларым бар. Онымен күйеуімнің табысы бар. Оны қосқанда Нұрия ханымның үй сияқты шикарный үй, бізге де жұғысты болсын деп соның әрекетіндеміз. Қазіргі планымыз сол. Шымкентте ма, Астанада ма, Алматыда ма? Қай жерде? Негізі бізге Шымкент ыңғайлы болып тұрды. Біз туысқандарымыздың барлығы бізде мынау неде ғой, Жетісайдың ар берісінде Шымкентте, сол Шымкент ұзаққа кетіп қалсақ, олар ұзаққа кетпеңдерші деп бізге нетіп жатыр. Біз Алматыдан ба көреміз дегенбіз ғой. Ұзаққа кетпеңдерші деп жатыр да. Жарайды, ұзаққа кетпейміз дедік. Сіздер үшін Шымкенттен аламыз дедік қой. Керемет. Балдарыңа қандай не жасап жатсың? Жақсы, сондай условия? Балдарға мен алдым, әлі егіздерім туылмай тұрған кезде қыздарыма, бір қызым үлкен ғой, екінші қызым кішкентай кезінде былай ойладым да, қазір нянка алсам, нянкаге мынанша теңге төлей аладым екенмін деп, мен сол кезде қысқа ойлаған екенмін, келте ойлаған екенмін да. Негізі мен нянканың бір 100 000, 150 000 теңге, біз жақта енді сондай да, ол да нормальный зарплата деп айтылады, 100 000, 150 000 теңге
жатары жегені тегін осы жерде барлығы таза табысы 100-150 мың теңге деп сол моментте оны кейін қалтамнан төлей алам ба деп ойлаған екенмін, қате ойлаған екенмін. Маған айтты ғой, қай бір танысым, сол нормаль результатқа шыққан танысым айтты, ұмытып тұрмын атын. Айтып отырмын ғой, памятьпен кішкене менде проблема. Қазір витаминді басып ішіп жатырмын, соны жақсы жаққа өзгеріп жатыр. Сол танысым айтты, сенің деді, сендегі качествоны сен көрмей тұрсың ба? Сен сол ақшаны қызғанып тұрсың ба? Сен нянка жалда да. Сен өзің полностью сетевоймен жұмыс жасашы, көресің қандай результат болады. Я дұрыс айтасың дедім да. Сонымен бір нянка 150 мың теңге жалдадым да. И өзім сразу 1,5 миллион теңге доходқа шықтым. Опа, 150 мың оған берсем, маған мынанша теңге қалады екен. Енді дәл қазір үйде әрбір бөпемде бір нянка, 3 нянка бар үйде, и бір домработницам бар. Менің жағдайым жасайды. Маған да нянка керек қой. Сөйтіп үйдің жұмысын жасайды, тамағымды, шайымды жасап береді. Солай мен максимально уақытымды бос қалдырып командаға, Oriflame-ге арнап жатырмын, потому что менің мақсатым президент званиясына шығу. Алла нәсіп етсе, оның премиялары вообще күшті. Мен ойлаймын, барлықтарыңыз шыға аласыздар президентке. Мен президентпен тоқтап қалмақшы емеспін. Мен бриллиантов и президентке шықпақшымын. Ол маркетингде, білесіздер, соның ең жоғарысындағы. Алла нәсіп етсе, жанымыз аман болса, Қазақстанымыз, бүкіл әлеміміз тыныш болып тұрсын, самое главное, тыныш болып тұрсын. И біз мына жақта тез жұмыс жасап, ақшамызды тартып алайық Oriflame-нен. Жақсы. Ана кісілерді мен естігенім, чайный встреча айттым да, чайный встреча. Сонда команданы мен түсінгенім, сен бастық адамдармен, сетевиктармен жасап, бірінші линияға сондай адамдарды қойдың деп түсіндім сенің айтқан ақпаратыңнан. Екіншісі түсіндім, жаңағы чайный встреча, адамдар жинап қой, мен барып түсіндірем деп, домашний встречамен жасайсың. Дұрыс түсіндім ба? Қандай методтар? Онлайн бар ма? Тек Жетісайдан ба? Тек Шымкент облысынан ба? Бүкіл Қазақстаннан ба кісілерің? Қандай методтармен адам шақырасың? Бүкіл Қазақстанда командам аз, потому что мен офлайнчикпін. Офлайнды жақсы көрем, онлайнда жұмыс жасаймын. Менде индивидуально. Әр адаммен жеке-жеке болмаған сұрағын қоюға мүмкіндік берем. Жеке 1 сағат кетеді. Бір адамдарды түсінігі сәл минусы көп болған үшін 3 сағаттап уақыт кетеді, кішкене шаршап қаласыз, бірақ ол да бәрібір жемісін береді да. Мен ойлаймын, бір адамға 1 сағат, 3 сағат уақытым кетсе де, сол істеген қызметімнің берекесін Алла береді. Ол маған бүгін дәл қазір тіркеліп өзінің жемісін берсе де, 3 айдан кейін тіркеліп жемісін берсе де, мен ол үшін бар күшімді беріп, тер төгіп, мен жұмыс жасадым ғой. Алла маған ол берекені маған беретініне мен сенімдімін да. Ерінбеймін. Офлайн мен шайға шақыршы бір 4 адамың, 6 адамыңды. Ол ішінде көп адам болса да болмай қалады. Көп адам шақырғысы келсе, мейлі өзі көрсін. 4 адам, 6 адам шақырады, шайға барам. Енді астында машинам бар, маған қиын емес любой жерге бару. Шайға біз өзімізді территорияда, южақтар. В основном бізде сондай қаны қайнап тұратындар көп қой. Бүкіл Қазақстанда нормальный лидерлер көп қой. Смотря оның ішкі лидерствосын ояту біздің қолымыздан қаншалықты келеді. Шайға барған кезімізде, прям мен подарок, енді үлкен подарок болмаса да, кішігірім подарктеріммен барам. Сөйтіп барып, оларға бірінші подаркымды беріп алам. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Сіздерге кішігірім подарок алып келдім. Деген сияқты подаркымды беріп алып, кейін шетінен танысып аламыз. Просто компанияның бар мүмкіндігін айтасыздар болды. Бар мүмкіндігін айтасыздар, жайлап 0-ден бастап, и менеджерге дейін мен жақсылап түсіндіріп алам, и шетелді айтам. Қазір шетел десеңіз, көбісін жүрек жарылып кетеді. Шетел десеңіз, я? Содан кейін бар бонустарын айтам. Біреулер деп аңдып тұрады, үлкен ақшаларды естігеннен кейін лампочкасы кет жана салады. Осы ақшаны алу үшін не істеу керек? Осы сұрақ керек еді маған. Не деген күшті сұрақ деймін. Осы сұрақ маған керек еді. Соны үстінде жұмыс жасап, ананың сұрағына жауап берем.
Оны бір адам сұрағына жауап беріп жатқан кезінде басқа ана жақта отырған қалған 3 адам или 5 адам, 5-6 адам өзіне керекті жауаптарын алып алады. Біреулер сұрақ беруге ұялады ғой. Біреудің сұрақ бергенін күтемін да, бір сұрақ берді, соның сұрағын жақсылап қаймаған шығарып тұрып жауабын берем. Ол сұрақ басқалардың да ішінде тұр, просто сұрауға ұялады да олар. И сұрағын дұрыс жеткізе аламын ба деп ұялады. Вот солай. Оффлайнда әңгіме өте үлкен. Онлайнда да жұмыс жасауға болады. Мен өзім оффлайнды жақсы көремін. Сен оффлайнмен жасағанға ұялма. Неге? Ол ең қымбат метод. Мен кеше үй сатып алдым ғой. Үй сатып алдым да жаңағы бизнес классы. И ойлаймын, неге кішкене арзан? Неге арзан? Бұл үй номер 1. Түсінбейді, братишкам айтады, подвох бар деп. Сосын енді ол сатуға ремонт жасаған шығар. Ремонтты ұнамайды, обойды ұнамайды, бірақ әйтеуір таза новый ремонт, жайлап өзгертемін ғой. Қарасам не жоқ. Стиральный машина жасамайды. И кеше мен мастерді шақырдым. Мастерді шақырып едім, айтады 40 000 теңге дейді. Неге десем, есігі дұрыс жабылмайды, мен соған бірдеме салдым, сол үшін сен маған 40 000 теңге бересің дейді. Сосын мен айттым, мен жаман машинаға 40 000 теңге бермеймін, новый алам, сен деген за вызов ала ғой дедім да, потому что жаңағы алған заты все равно көмектеспеді. Соған неге бардым? Педикюрға бардым. Ақтөбедемін ғой. Мен подологпын дейді. Подолог ол жаңағы тырнақты емдейтін еще врач. Ну, типа поучилась. Педикюр істеп болғаннан кейін менен 20 000 алды. Біз туалетная вода дорогой дейміз ғой. Неше ай қолданады духимен 20 000-ға да, или wellness-пе қымбат дейміз. Біз өмір қымбаттаған түсінбейміз. Онлайнда жақсы, енді ол келген направление одан параллельно жүреді ғой. Бірақ офлайн ол өте қымбат метод. Ол өте эффективный метод. Поэтому не оправдывайся, офлайнмен жасасаң, офлайн жақсы, өте керемет. Оның болашағы зор. Кісілердің бәрі, кім айтып отыр ғой, Билл Гейтс. 7-сіне тек 2 рет жұмысқа барады, 2 үгіт кісілер, будущем. Microsoft'тың жаңағы осы әлемнің несі, президенті, миллиардер айтып отыр. Кісілер тек 2 рет барады. Қазір Европада 4 рет барады ғой жұмысқа. 3 күн демалады. Енді 2 рет баратын болады. Искусственный интеллект, роботтар бәрін жасайды, оларды жұмсап қойып, кісілер өздерінің семьясымен уақыт өткізеді дейді. Өздерінің жақсы көретін заттармен айналысады дейді. Сосын мен отында отырып күлдім. Онда бәрі сетевой маркетингпен айналысады. И сетевой маркетингпен айналысқанда общаться етеді. Самая большая роскошь в мире, дейді, это общение. Самая большая роскошь в мире – общение с людьми. Поэтому офлайн – это очень круто, это очень дорого. Бір форум болды, 8 000 адамға Алматыда. Сонда бір шведский ученый выступать етті, футуролог. И сол предсказал, айтты, 2050 жылы ең қымбат бизнес офлайн бизнес болады. Неге? Сен онлайндағы бизнесті ашсаң, 1 айдан кейін бизнесің құлайды деді. Потому что то, что можно скачать, деді, можно повторить, деді. То, что можно скачать, скопировать, можно повторить. Со себептен любой бизнестің монополиясы бәрі копировать етеді, повторять дейді. Любой бизнестің монополиясы 1 ай тұрады дейді, құлайды дейді. Сонда не істейді кісілер? Выход қандай дейді? Сонда дейді, ең қымбат бизнес ол живой бизнес болады. Живой офлайн бизнес болады, ең қымбат дейді. Поэтому қысылмай-ақ қой, исполнительный директорды офлайнмен жасап тұр екенсің. Бізге сенің амбицияң, пример, өзің жас 30-дасың, әп-әдемісің,
сондай ақылды екенсің, сен танымаймыз да ғой, 2 жыл жарым жарқылдаған жұлдызсың, Арифлеймде сені білмейміз, міне жаңадан шығып жатқан. Сенің жасың еще 30-да екен, ой, болашағың мықты. Бүгінгі сенің армандарың үшін, бүгінгі сенің бізге көрсетіп жатқан примерің үшін рахмет. Балдар күтіп отырған шығар, қыздардың сұрақтары болмаса, онда встречаны қалай? Сәлеметсіз ба? Сұрақ бола ма? Сіз қалай істейсіз? Кісілерді астыңызға жазасыз ба, немесе былай жанына жазасыз ба? Мен өзімнің тапқан адамдарым өзім прямойыма жазамын. Және ол адамды бір адам деп санамаймын да, оның артында 100 танысы бар. Ол 100 танысының әрбірінің артында 100 танысы бар, миллионға айналды ма. Мен сол бір адам жазамын да, сол адамымның өзінің аудиториясына кіріп аламын да. Сен адам шақыр. Ол бір шақырғанда мысалы, бір күн шақырады, мені шайға шақырады да, просто мен айтамын, тамақ ештеңе керек емес, әурешілік керек емес. Бүйтіп киініп алуларың керек емес. Оңай болсын, простой болсын. Мен бар ғой, жыртық футболка, дақтық футболка, бөпелерім бар, дақ тастайды футболкам, дақ футболкамен шығып кете берем. Маған оңай болсын, маған не киіп барам деп өзім қинап, маған груз салғым келмейді. Мен ондай груз салып көргенмін өзіме. Қазір жыртық тәпішкемен де шығып кете салам, құрсыншы астында жеп қой, ешкім күлмейтін шығар деймін да. Нет, вообще-то айтамын да, өзіме оңай болсын, простой болсын деп. Просто бір пиала ыстық шай болды. Басқа дастарханға ештеңе қоюға рұқсат бермеймін. Әурешілік болмасын, оған да груз болмасын, не дастархан мен күтемін деген сияқты. Только бизнес встреча болады, бір пиала шайдың үстінде. Мен сол адамның территориясына кіріп аламын ба, адамдардың аудиториясына кіріп алдым ба, бұл апта 5 адамын шақырды, келесі апта 10 адам шақырды, ана апта 3 адам шақырды ма, и оларға да айтамын да мен. Ой, қайда кетіп қалдыңыздар? Естіп жатырмық. Естіліп тұр ма? Что-то экран ағарып кетті ғой мен. Білмеймін не болып қалған, бірақ естіліп тұр. Айта бер. Так. Қараңыз, сол жерге барған кезінде мен экран көрінбей қалды, даусым бара тұр ғой. Даусың барып жатыр. Иә, кірген кезінде именно сол бір адам, мендегі бір адамға атака жасап біттім ғой, и оның шақырған адамдарына да дәл осы условияны қоямын ғой. Сен де адамыңды айтып шық, мені шақыршы, сен де шақыршы. Давайте менің уақытымды қадірлеп планировать етеміз. Бүгін сен, ертең сен, ана күні сен үшеуің, бір күнде үш үйге баруға болады. Мысалы, 3-4 жерге баруға болады. Өзіңіздің үйдегі состояниеңізға қарап. Мен ерінбеймін, өзімді қинамаймын, жаңағы не кием, и ананы қинамаймын. Простой киініп отырыңыздар, үй киіммен отырыңыздар, мен де үй киіммен барам дейміз. Чтобы просто болсын, простой болсын бәрі. Дастарханға ештеңе қоюға рұқсат бермеймін. И олардың адамдарына атакаға шығамын. Сөйтіп кіріп кете береді ғой. Сет қой, кіріп кете бересіз ана аудиториясына. Өте қазір включить мои видео. Сенде 14 жылдық сетевой опыт болғасын, сенің уже нең бар. Рывокқа фундаментің бар. Сен айтып, 15 жыл сетевойда болдың. Поэтому сен уже просто саған план маркетинг керек болды. Мен өзім солай болды, иә. Дұрыс. Қараңыз, тағы бір моментті айтып кетейін. Бұрында мен істеген үлкен бір қателігімді айтып кетейін. Қазір ол қателікті істемеймін, Аллаға шүкір. И сол қателік қазір сіздерде де жоқ деп ойлаймын. Егер болса, ол қателікті түзеу керек. Мысалы, алдымен енді басқа компанияда әлі енді тайтайлап жатқан кезімде, менің басқа компанияда лидерлерім, Арифлеймдегі лидерлері өзі бұрыннан легенда ғой. Ойбай, жұлып алады тиген жерін деп сөйтіп еститін едік та. И қазір шынымен сондай екен. Бұрын басқа компанияда істеген кезде мен шақырған лидерлер мықты болмады, бостау болды. И олар маған барлық не мүмкін емес үйретпеді. И сол себепті мен сол жерде үлкен бір қателік істегенім. Мен өзімнің лидерімнің офисіне барып отырам да, и басқа адамдардың, басқа лидерлердің командасынан товар алуға келген кезде мен оларды басын айналдырып өзіме көшіріп алғым келетін тұғын. Басқа біреудің адамын. Бұл өте үлкен қателік. Оның қате екенін мен сол кезде білмеймін, маған айтылмаған. Бірақ қазір мына жерде бәрімізге ол нәрсе айтылып жатыр ғой. Мен уже білем ғой. Сол моментте мен енді тайтайлап жатқан кезде біреуінің нанын жұлып алып,
қателік істейді екенмін да, и ол менен маған Алланың берер 10 адамын 10 берекені жұлып шығып кетеді екен ғой. Бір жамандыққа 10 жамандық, бір жақсылыққа 10 жақсылық деген Алланың уәдесі бар. Соны ұмытпаңыздар. Осы қателік сіздерде жоқ деп ойлаймын. Осы қателікті істегенмін да, менде сондай бір күшті минустар болғаны, өспеу, сондай бір быт моменттер болған. Соны да айтып өтейін. Сондай нәрсе болмасын. Қыздар, сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Рахмет. Сұрақ бола ма? Кеш жарық. Мен деген білейін деп едім. Сіз деген бірінші рет осы Арифлеймдамысыз ба, или болдыңыз ба оның алдында? Осыдан 8 жыл бұрын Арифлеймде болдым. Именно Жанаттың командасында. Жанаттың офисі біздің менің лидерімнің офисінің қасында болған. Сол кезде жолдан мен шығып офистен кетіп бара жатқанымда, и Жанат шығып кетіп бара жатқанда танысып қалады да, холодный танысу ғой, танысып қалады да маған жабысып алады ғой. Кене ұқсап жабысып алады. Мен естігенмін ғой, Арифлеймнің лидерлері жолыңнан шықса ұзақ жүр деп естігенмін. Сол кезде сөйтіп қашқанмын одан. Бірақ ол мені қалай ұстады, тіркеген, бірақ ол кезде әлі өзім деп, әлі бүйтіп сетевойды күшті түсініп, бір күшті лидерский качеством болмаған деп ойлаймын. Сол моментте тіркелдім да, көп уақыт жұмыс істемей құлап қоя салған. Кейін Жанат алады да мені ана үйге, мына күнде ана үйге, мына үйге, мына үйге, мына үйге. Мені уақытың бар ма деп сұрамайды да, мені сүйреп жүре береді. Сол кезде мен кішкене тоқтатып қойдым. Қаламады, мен Арифлеймді естігім келмеген. Шынымды айтайын сіздерге. Сол кезден Арифлейм демеңіздерші, өтініш маған деген ғой. Басынан да сөйтіп айтқам ол кісілерге, Жанатқа. Одан кейін вообще айтпаңдар деген ғой. Арифлеймді маған айтпаңдар, потому что оның продукциясын мен ешіп көрген жоқпын, қолданып көрген жоқпын, білмеймін ешқандай, тек сатуды ойладым. Кішкене сатқан сияқты болдым, дұрыстап түсіндіре өзім білмегеннен кейін дұрыстап түсіндіре алмадым. Одан кейін Жанат мақұл деп та мен үшін есігін жаппады. Мен қазір соны ойласам, Жанат менімен денсаулығыңыз қалай, не істеп жатсыз, номерімді сохранить етіп қойыңыз. Енді сохранить етіп алғанбыз ғой, оныкі менде, мен онда статустарымды көреді, ол мен оның статусын көремін. Сөйтеді да мен статусыма лайк басып қояды, маған жазып қояды, ой, мына жерде күшті түсіп қойыпсыз, мына жерде үйтіпсіз ғой, бүйтіпсіз ғой, не істеп жатсыз, бір пиала шай ішейік та. Сөйтіп мен Арифлейм сөйлеме деймін, шайға шығады, маған Арифлейм айтпай тұрады да, басқа нәрселер сөйлеседі, бір сағат отырып шай ішеміз, кетеміз. Сөйтіп менімен связьды ұстап қалды. Ол біліп отыр ғой, менде качество көрген шығар, сол кезде мықты лидер болады деген сияқты ше. И кейін бьюти сообщество болды ғой, Арифлейм. Сол кезде ударный атакамен шықты ғой маған. Шақырып алды, ол кезде Тюменге көшіп кеткен, бұрын Жетісайда тұратын, Тюменге көшіп кеткен, бізге дейін енді 4 сағат, 5 сағаттық жол ғой. Мен сіз үшін баратырмын, шай ішейікші деп күйеуімен келді. Мені күйеуімен шақырды. Сөйтіп күйеуімізбен біз шай ішеміз деп ойлағанбыз ғой. Тырс сол жерде маған жақсылап тұрып түсіндірді, маркетинг жазып, міне ақша керек па, мә деп. Давай бастайық та жұмыс. Мен уже уважаю да, Жанатты, уже связь бар, подружка болып қалдық. Кейін жарайды бастайық дедім да, уже көрдім да, маркетингді түсіндім. Сол арада менің сол арадағы 7-8 жыл арасында мен уже опытым уже өте көп болды, и компанияларды салыстыратын дәрежеде уже маркетолог болып кеттім. Ақша көрдім Арифлеймде. И Арифлеймге келдім. Жақсы көріп, өзім қалап келдім. Сондай өсу болды. Ең сүйікті өніміңіз? Wellness. Рахмет көп. Сізге рахмет сұрағыңызға. Қыздар, сағат 10 болды, 60 минут өтті. Рахмет, Зибо. Бүгін біздің қонағымыз исполнительный директор Арифлейм болды. 2 жыл жарымда 12 звание бағындырған. Өте мықты қазақтың қызы. Біз неге қазақтың қызы дейміз? Абу-Дабида сұрағанда айтты, мен қазақпын деді. Солай ғой? Байлар жандармын ғой мен. Ау. Байлар жандармын мен. Естілмеді. Мен байлар жандармын деймін. Қазақтың келімін.
Келінісің қазақтың. иә иә Иә, қазақтың келінісің. Әйтеуір сұрадық білем ұлтың кім деп. Сонда сен айттың білем. Қазақпын дедің ба? иә күйеуім мен қазақпын деп айт дейді, байлажандарым деп айт дейді. А, Мен метискамын ғой. метискісің? Кім? Сенің папа мамаң сонда. Менің папам таза тәжік. Папам тәжік, мамашкам қазақ. Вот так вот метиска. Қазақ қаны. Жақсы. Сен ренжіме ұлтың сұраған, потому что бәрі сенің әдемілігіңе қарап, енді қазақтарда әдемі ғой. Просто әр адамның бет пішіні разный болады ғой, соған сұрақ қойып отқан шығар қыздар ішінен. Вот. Абу-Дабида бізде қойғанбыз. Рахмет. Өте зажигательный, әдемі, бізге пример, сағат сәттілік, президент бол, бриллиантовый президент бол. Қазақстанның туын бүкіл әлемге көтеріп, семьяңмен әдемі өмір сүр деп Амин. алғыс айтамыз.